ертеде ешкі жүні бөртеде. Ноғайлы жеріне жау аяқ басуға жүрегі дауаламаса да, елі бірлігінен айырылған ері тыныштығына зар, жер қайысқан Ноғайлы деген жұрт өмір сүріпті. Осындай ез заманда қазылық тауының терістігінде көк өзен көкорай шалғынды мекенінде қиян далада Естерек есімді бір мерген өмір кешіпті. Құлан аулап қарақұйрық атып күн көріпті. Естерек мергеннің Тарғын есімді қартайғанда көрген жалғыз ұлы бар еді. Ұлы болғанда бала кезінен ақ күші толысып, көкірек соққан көп күштіні бұйым көрмей көкке алыпты. Атан түйені өркешінен басып шөктірер, қайратты, қаһарлы, сұсты, ел бастар батырлығы байқаған бозбала екен. Тарғынның Азбан Тарлан атты екі аты бар еді. Күндердің күнінде Тарғын жортуылдан келіп, ат ауыстырып мінейін десе алдынан өгіздей өкіріп қарт әкесі шығады. Жан әкем-ау, бетінді жаралаған кім? Сақалыңды қырқып қанға бояған қай содыр? Балам-ау, жау көктен түскен жоқ, іштен шыққан содыр, өз ауылымыздың хайуаны, деді өкси жауап берген әкесі. Оның кім тағы? Шортан би. Басымды еп қол қусырып алдымнан шықтым. Бетімен кеткен би бақсын деп бақырды. Ат үстіне шірене отырып ақырды. Құланның қазысына семірген қақпас, деді. Шортан бидің 1000 қос жылқысында жоқ тұлпар сенде неге бар деп, әбден мені қорлап Тарланды тартып әкетті, деді әкесі. Тарғын жарылып кетуге шақ қалды. Жел жетпеске мінді, құс жетпесті жетекке алды. Шортан бидің тұрағы қайдасын деп салды. Қос тұлпарды кезек мініп ойды-қырды жүріп, Шортан би талма түстің кезінде ұйықтап, түс көрген тәтті сезімде жатқанда Тарғын келіп жетті. Шатырының тұсынан дауыстап шақырып, Шортан би шошып оянып, қалтырап құты қашты. Сасқан күйі сауытын киді, қарманып қылышын ілді де, күрке тауықша күжірейіп сыртқа шықты. Не айтасың? Деп қабағын түйді. Ей, Орман ханның Шортан биі, әкеміз киесіз емес, ауылда мен бармын, иесіз емес. Көрген қорлық қамшының табы естен кетпейді. Тән жарасы жазылар, жан жарасы бітпейді. Адастым ба, алжастым ба білмеймін. Алдыма түсіп, жүр деймін. Сақалын кескен қартыма аяғымды жығылып, кешірім сұрауынды ер болсам біл деймін, деді Тарғын. Шортан би көз астымен ұрлана қараса, қасындағы 40 жігіті Тарғынды қоршауға ала бастапты. Шортан би жас жігіт Тарғынның өзіне бұйыра сөйлегеніне шамданып, үндемесем үйде екенсің бала. Әкеннің сақалын кескен қылыш сенің басыңды домалатпасын білмедің. Әу жігіттер, қызыққа қарандар, дәл қазір мына күйдем соқтым басын алам. Сөйтті де қылышын көтере берді. Онысы Тарғын үшін бұйым еместін. Жас батыр қолындағы 12 өрім бұзау тіс дыраумен Шортан биді құндыз бөрікті басын тұспалдай тартып үлгерді. Кеңсіргі қақ айырылды. Әлгіндегі 40 жігіт мына сойқанды көріп қаруларын тастай жан-жаққа қашты. Тарғын оларды қууды да жөн көрген жоқ. Тарланын босатып мініп ауылға қарай басты. Баласын көрген әкесі алдынан жүгіріп шықты. Шортан биді өлтірдім әке, деді Тарғын. Шортан биді өлтірсен басымыздан кетпес бәлеге тап болдық балам. Олай десең қарт ақылы қазына, ақылынды айт әке, амалын іздеп тап әке. Шортан бидің басы сұраусыз болмас балам. Әкен жасарын жасады, асарын асады. Бір аяғым көрде, бір аяғым жерде. Маған қарайлама, Тарланны мінде жөнін тап. Тарғын салып ұрып анасы Есенбикеге жетті. Орман ханның Шортан биін өлтірдім. Басым өшпес бәлеге қалды жанына. Құшағынан кетіп барамын. Ақ сүтінді кешіп батанды бер, деді Тарғын. Шортан биді өлтірсен, ерге лайық бір басын балам. Ақ сүтімді ақтағанын балам, деді абзалана. Қолын жайып, ақ батасын берді. Сонан сон ұлын құшақтап тұрып ақылын айтты. Балам, хандардың сарайының қарсы алдынан өтпе. Өтсен жан-жағына бұрылып қарама. Жатқа жақындасанда садағынды берме. Берсен адырнасын алып қал. Жаумен бітіссен де оғынды берме. Берсен жебесін ұшын егеп бер. Екеуі де қатер. Осы екі қатерден аман өтсен, ұзақ жасап арманына жетерсін. Тарғын ауылмен, ата-анасымен қоштасып Тарланға мініп Қырымға баратын жолмен тартты.